Достар, сіздер кино қаншалықты жиі көресіздер? Сериал, аниме, драма, мультфильм, қай сайттардан көресіздер? Сіздер біліп пе едіңіздер, алаяқтар сіз көретін сайттардың ұқсас фейк сайтын жаңағы ашу арқылы сіздердің ақпараттарыңызды алып отырады. Бүгін сол туралы сөйлесетін боламыз. Мысалы, қараңыздар достар, Netflix, netflix.com деп ол тұрса, яғни ол сайттың оригинал түрі да. Ал алаяқтар толықтай көшіріп сол сайтты netflix.ru деп ашу мүмкін. Немесе netflix.kino деп ашу мүмкін. Ол яғни алаяқтардың ашқан сілтемесі, сайты, Немесе сіздер деген мысалы, сіздерде подписка бар Netflix-қа. Ол подписканы аласыздар да, сіздер данный виси етіп, кіріп кино көресіздер. Алаяқтардың сайтына сізде көбірек ақпарат сұрау мүмкін. Мысалға, адрес проживания, немесе былай айтылуы мүмкін. Жаңағы алаяқтардың Netflix сайтына кіресіздер, ол жерде деген жаңағы сіздің Netflix-тағы логиніңіз жазуын сұрайды, логинға кіресіз, сол кезде ошибка шығып тұрады. Тексеру үшін сіз бізге өзіңіздің данныйыңызды жазыңыз, картаңызды жазыңыз, транскрипт жаңағы оплата жүрді ма, соны тексереміз деп сіздің картаңыздың жаңағы CV кодын, картаңыздың данныйын алып алады. Ол алаяқтардың жасайтын әрекеті. Қазіргі таңда күнделікті кино сериал көретін сайттарыңызда да алаяқтық фишинг схема бар. Мысалы, Netflix немесе Hulu, немесе аниме көретін сайт, драма көретін сайттарда да болады. Онда сіз өзіңіздің сүйікті телешоуларыңызды немесе фильмдеріңізді драма, аниме көруге кіресіз. Фишингтік алаяқтардың бір түрі ол алаяқтар жалған эпизодтарды немесе телехикаяларды пайдаланып адамдарды алдауға тырысады. Нақты сценарийлер әртүрлі болуы мүмкін. Сіз Netflix немесе Hulu немесе драма көретін, аниме көретін сияқты танымал сайттарға тегін қол жеткізуді ұсынатын сілтеме SMS келуі де мүмкін. Тегін қол жеткізу үшін сізден жеке деректеріңізді, соның ішінде төлем карталары туралы ақпарат енгізу сұралуы да мүмкін. Алайда шын мәнінде бұл алаяқтар сіздің құпия ақпаратыңызға көз сұғып, құпия ақпараттарыңызды алуға жасап жатқан айласы болып табылады. Телехикаялардың жалған эпизодтары, мысалы, сериалда 19 ғана сериалы бар, алайда сайттың эксклюзивында 20 сериал бар деп жазылып тұрады. Яғни алаяқтар жалған эпизодтарды немесе хит сериалдарды қолданып фишингтік алаяқтықтарды жүзеге асырады. Алаяқтар өздерінің алданатын адамдарын қайдан табады? Олар TikTok, Instagram желісінде таргет жүргізеді. Адамдар соны көріп кіреді. Адамдарға олар қалай интерес береді? Яғни жаңағы рекламада сіздердің сүйікті немесе танымал сериалдарыңыздың эксклюзивный сериясы деп шығып тұрады. Адамдар көріп, мен мына сериалдың бірінші сезонын көргем, екінші сезоны шығыпты деп сол сайтқа алданып кіреді. Сөйтіп алаяқтар сіздерді өз қолына ұстайды. Және де ол рекламаларда тегін просмотр, тегін подписка, сыйлыққа тегін подписка береміз дегенде адамдар алданып тегін екен деп кіре салады. Қалай ондай сайттарға алданбауға болады? Ссылканы мекен-жайын тексеріңіз. Тіркелген деректеріңізді енгізбес бұрын Netflix-тің ресми сайт екеніне көзіңізді жеткізіңіз. Ссылканың мекен-жайын тексеріп, оның ресми, мысалға Netflix доменіне сәйкес келетініне көз жеткізіп, бірақ өзіңіздің жеке ақпараттарыңызды енгізуіңізді сұраймын. Күдікті хабарламаларға кірмеңіздер, күдікті қоңырауларды алмаңыздар. Сізге мысалы ретінде алғанда Netflix-тан хабарлама келеді. Netflix.com деп тұрады сообщение. Ол хатқа кірген кезде ссылка тұрады: бесплатная подписка на 2 недели деген сияқты. Сіз сеніп бесплатный подписка алу үшін сол сілтемеге басқан кезде сіздің ақпараттарыңыз жеке алаяқтардың қолына түседі. Ол жаңағы фишингтік сайт болып саналады. Достар, мен сіздерге жаңағы кино арқылы аниме, драма көру барысында фишингтік алаяқтық схеманы жаңа айтып бердім. Енді сіздерге бонус, сіздерге сыйлық менен алаяқтық схема туралы 3 фильм. Бірінші фильм «Социальная сеть» 2010 жылы шыққан, Дэвид Финчер режиссерлік еткен. Бұл фильм Фейсбуктың құрылу тарихын баяндайды және де фишингтің кейбір аспектілерін ашып көрсетеді. Фильмда шоттардың бұзылуы және де жеке ақпараттың ұрлануы туралы толық көре аласыздар. Екінші фильм «Отдел по контролю за финансовыми операциями» 2016 жылы Джордж Клуни ойнаған. Бұл фильм қаржы институттарының миллиондаған доллар ұрлау үшін фишингтік техниканы қолданып, банкті хакерлер тобы алаяқтық схема жүргізген туралы баяндайды. Фильм нақты оқиғаларға негізделген және де хакерлердің мақсаттарына қол жеткізу үшін әлеуметтік инженерияны қалай қолданатынын көрсетеді. Үшінші фильм «Отпуск по обмену» 2018 жылы шыққан фильм. Бұл басты кейіпкерлер бейтаныс адамдармен үй алмасатын комедиялық фильм. Фильмде жеке деректермен үйлеріне қауіп төнген кезде фишингтік схемаға тап болатын туралы баяндалады. Фильм аңқау адамдардың сенімін қалай пайдалануға болатын туралы көрсетіледі.
Назар аударыңыздар, бұл фильмдерде жаңа өмірде болған оқиға немесе ойдан шығарылған оқиғалар болуы мүмкін. Бұл фильмдердің нақты мақсаты адамдарға фишингтік алаяқтық қалай жүзеге асатыны туралы көрсетіледі. Достар, лайк басып, коммент жазып, біздің каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен мотивация, ал сіздер үшін 2-3 клик. Және де сіздерден абай болуларыңызды сұраймын. Сілтемелерге кірмеңіздер, күдікті хаттарға, күдікті қоңырауларға жауап бермеулеріңізді сұраймын. Амандықта кездескенше сау болыңыздар.